Қазақтың ұлттық әшекей бұйымдары бүкіл әлемге танымал. Онда қазақтардың мәдениеті, рухани әлемі, дүниетанымы мен нәзік эстетикалық талғамы бейнеленген. Зергерлер жасаған зергерлік бұйымдар олардың сұлулығымен және талғампаздығымен, ойластырылған бөлшектермен таң қалдырады. Қазақтың зергерлік өнері мен ұлттық әшекейлерінің тарихына бірге үңілейік. Кеттік. Алқаны жасөспірім және бойжеткен қыздар, жас келіншектер таққан. Бүгінгі күннің өзінде салпыншақтар немесе кулондармен безендірілген әдемі ұзын алқалар бар. Олар көбінесе күмістен, ал алтыннан сирек жасалған. Бұрын олар жануарлардың мотивтері басым болатын өрнектермен, асыл тастармен безендірілген. Алқалар пішіні бойынша келесідей жіктеледі. Өңір жиек, іші қуыс болатын үштік бұрышты тақтадан жасалған әшекей. Тақталар тігінен шынжырлармен бекітіліп, шынжырлы салпыншақтың ұшында сыңғырлаған дыбыс шығаратын қозамен, ішінде қиыршық тасы бар шар тәрізді әшекей толықтырылды. Өңір жиек тұрмыс құрған әйелдерді аурудан және зұлым рухтардан, ал бала емізетін аналарды жаман тіл көзден қорғайды және сүт қосуға ықпал етеді деп сенді. Тұмарша немесе бойтұмар, үшбұрышты пішінді әшекей немесе алқаға ілінген қорапша. Ол былғарыдан немесе күмістен жасалады. Бұл зат тұмар деп саналды. Қорапша ішіне Құран аяттары жазылған қағаз салынған, немесе арнайы қорғаныс оюлармен безендірілген. Кішкентай қыздар мұндай әшекейді некеге тұрғанға дейін киген, одан кейін оны күрделі әшекейлерге ауыстырған, бірақ көбінесе атаулы бойтұмарға қайта оралған. Ұлттық киімнің бұл элементі көбінесе Шығыс Түркістан тұрғындары арасында кездеседі. Омырауша, доға түрінде жасалған зергерлік бұйым ол маржандармен және асыл тастармен безендірілген. Омырауша қорғаныс функциясын орындайды, сонымен қатар әйел энергиясын арттырады. Бұл бұйымдарды жасау үшін әртүрлі техникалар қолданылды: соғу, нақыштау, қарайту. Безендіру үшін тастар мен інжу маржандар, кейде мал қолданылды. Кеуде әшекейлерін негізінен Гурьев және Маңғышлақ облыстарының зергерлері жасаған. Оларды безендіруде ғұндарға тән полихромдық стильдің ерекшеліктері сақталған. Асыл тастар салынған ұялар екі концентрлік сызықпен безендірілген. Олардың арасында замарттық бейнелер мен символдық түйірлер соғылды. Шашқа тағатын зергерлік бұйымдар, қазақ әйелдері ұзын, қалың және жібектей өрімдермен танымал болды. Бала кезінен бастап олар күміс және асыл тастармен безендірілген бас киімдер тағатын. Келесі шашқа арналған әшекей бұйымдар қазақ әйелдерінің ұлттық киімінің бөлшегіне айналды. Шашбау, қыз келіншектер шашына тағатын сәндік әшекей бұйым, ол ұлттық киімнің бір бөлшегі ретінде ежелден бері белгілі. Сыртқы келбеті жағынан, бұл әшекей сақиналармен байланысқан медальондарға ұқсайды. Шашбауды бұрымға қоса өріп, шаштың ұшына таяу жерден оны бір шалып байлайды да, бұрымның ұшын бекітіп тастайды. Осы бөлшектің арқасында қыздың шаш әңгімелесушінің назарын аударды. Шашбау бойынша жас қазақ қыздардың денсаулығы мен пәктігін бағалады. Сонымен қатар, бұл зергерлік бұйым діни мақсатқа ие болды. Ежелгі қазақтарда әйелдің шашында оның жанының бір бөлігі өмір сүреді деп есептелген, сондықтан қоңыраулар мен медальондармен безендірілген бұл әшекей одан жындарды қуып шығарады деп сенді. Шашбау бағалы металдардан жасалып, гүлді ою өрнектермен безендірілген. Бұл қыздың әйел және ана болуға дайын екендігін көрсеті. Шолп, бұл медальондар немесе түрлі түсті тастармен безендірілген тарақ тәрізді тақталар. Жас қыздар зергерлік бұйымды кәмелетке толғанға дейін таққан. Бұл кішкене тиындардан немесе бір-біріне ілінген металл тақтайшалардан тұратын салпыншақ. Жүру кезінде шолпы қыздың арқадамын сүйемелдейтін, сонымен бірге зұлым рухтарды қуып жіберетін әуезді әдемі дыбыс шығарды. Бұл әшекейдің утилитарлық және тәрбиелік мәні болды. Бұл қыздың дұрыс қалпын қалыптастыру үшін қолданылған ауыр әшекей қыздың шашын тартатын, сондықтан үнемі арқаны және жүрістің жеңілдігін бақылау қажет болды. Оның үстіне, шолпының салмағымен шаш ұзын әрі мықты болып өскен. Қазақы ортадағы қыз тәрбиесінде шолпының маңызы зор, яғни қыз өзіне назарын аудармасы үшін өте жеңіл қадам басуға және ақсақалдар баруға тыйым салынған жерде байқалмай көрінуі қиын болғандығымен көрінді.
Егер қыз кешке кеш жүрсе немесе тым өткір қимылдар жасаса, онда мұны қазақтар әдепсіздіктің белгісі деп санаған. Шолпы күмістен немесе алтыннан жасалып, маржандармен, меруерттермен, агатормен безендірілген. Үкі аяқ. Бұл салпыншақтың бір түрі, оның негізі күміске салынған және шынжырлармен өзара байланысқан бүркіттің тырнақтары. Кейде бұл зергерлік бұйымдардың бөлшектері тырнақ түрінде жасалған. Бұл безендірудің мақсаты тіл көзден сақтау. Бас киімге тағатын әшекей, Қазақстан аумағында табылған 19 ғасырға жататын ең көне үкі аяқ Денисов тарихи-өлкетану музейінде сақталған. Сырға. Бұл зергерлік бұйым қазақ әйелдерінің ұлттық киімдерінің негізгі бөлшектерінің бірі болатын. Сырға тұмар рөлін атқарған, сонымен қатар әйелдің шығу тегі, беделі және отбасылық жағдайын сипаттаған. Сондай-ақ, мұрынға салынған сырға кесінің қызды өте жақсы көретіндігінің куәсі болды. Әйелдің сырғалары неғұрлым массивті және әдемі болса, ол қоғамда неғұрлым ықпалды болды. Сырғалардың көптеген түрлері мен нұсқалары бар. Айшықты сырға, ай тәрізді, ай сырға, жартай тәрізді, тұмарша сырға, тұмар сырға, үшбұрышты пішінді, салпыншақты сырға, қозалы сырға, шар тәрізді салпыншақты сырғалар, тасты сырға, тасы бар сырғалар, қаралы сырға, иықты, иекадейін сырғалар, қоңырау сырға, қоңырау сырғалар, күмбезді сырға, күмбез тәрізді сырғалар, сояу сырға, үшкір сырғалар. Сырғалар неғұрлым ұзын болса, соғұрлым олар құнды болады деп сенді. Әдетте, сырға қыздарға тұрмыс құру алдында киілетін, сырға салу және сырға тағу рәсімдері, оларды тұрмыс құрған қазақ әйелдері киген. Бұл зат адамды алалаушылық пен өсек аяңнан, жаман тілден құтқарып, әйелдерге көп бала сыйлайды деп сенген. Дәстүр бойынша, олар күміс ромбтардан немесе шынжырлармен байланысқан дөңгелек пластиналардан жасалған. Айдың немесе күннің бейнелері сырғаларға соғылып, меруертпен безендірілген. Осылайша, әйелдер киімінің бұл бөлшегі оның иесін безендіріп қана қоймай, сонымен қатар оның әйелділігі мен мейірімділігіне баса назар аударып, қыздың сүйікті күйеуінен көптеген ұрпақтарды дүниеге әкелуге дайын екендігін, сондай-ақ әйелдің асыл және ауқатты отбасына жататындығын көрсеті. Қазақ әйелі қайтыс болғанда, одан сырғадан басқа барлық зергерлік бұйымдар алынып тасталды. Егер бұл әшекейді алып тастаса, онда жылан марқұмның құлағына еніп, оның жанын алады деп сенді. Кейде қазақтар ер балалардың құлағына сырға салған. Әдетте бұл отбасының жалғыз және көптен күткен мұрагерлермен жасалды. Солай олар жаман көзден және кенеттен өлімнен қорғалған. Сырғаны 5 жасқа дейін тағу керек еді, содан кейін оны алып тастады. Кейбір ер адамдар үнемі сырға тағатын. Бұл дәстүрді қазақ халқы 20 ғасырдың басына дейін сақтап келді. Сақиналар. Бұл зергерлік бұйымдарды негізінен әйелдер киген, алайда мұндай дәстүр ер адамдарға жат болған емес. Қазақ халқының мәдениетінде сақиналардың келесі түрлері ажыратылады. Жүзік, әйел қолының мейірімділігіне баса назар аударатын, және сиқырлы қасиеттерге ие ел сақинасы, ол зұлым күштердің әсерінен қорғалған. Құс тұмсық, жауынгердің сақинасы, оны жорыққа шыққан шабандоздарға берді. Ол адамның өмірін сақтап, үйге оралуына көмектесуі керек еді. Құдағи жүзік, құдалар тағатын жүзік, екі саусаққа қатар киілетін екі шеңберден тұратын жүзік. Жас жұбайлардың жұбы жазылмасын, екеуі бірігіп тату отбасы болсын дегенді меңзейді. Қалыңдықтың шешесі құдағина өзінің қызына мейірімен қарауы үшін сыйға тартады. Қазақ әйелдері үшін сақиналар міндетті аксессуарлар болып саналды. Егер әйел үйден 3-4 сақинасы шығып кетсе, ол әдепсіз болып саналды. Сақиналар құю арқылы жасалып, рельефтермен безендірілген. Сақиналардың жиектері әртүрлі формада болды. Сопақ, алмұрт тәрізді, көп қырлы, төрт бұрышты және дөңгелек. Олар өздерінің ауқаттылығы мен байлығымен таң қалдырды. Сақиналар асыл тастармен, өрнектелген тақырыптық өрнектермен безендірілген. Білезіктер. Қазақ әйелінің бейнесін қолында талғампаз білезіктерсіз елестету қиын. Әдетте жұп білезік салады. Кейде екі қолына қос-қостан білезік таққан. Мұндай әшекей әр қызда болған. Тұмар қасиетінен басқа оның әлеуметтік мәні де болды. Бұл әйелдің өзіндік мәдени паспорты болатын.
Білезік арқылы қыздың қай жерден шыққанын, қандай отбасынан, бай немесе кедей, ақсүйек немесе қарапайым екенін білуге болады. Қазақ зергерлері көне заманнан бері білезіктердің екі түрін жасай білген: тұтас, олар құю арқылы немесе тура әдіспен дайындалған, және нақыштаумен және асыл тастармен безендірілген, құрмалас, онда екінші үшінші бөлік топсалар мен жармалар көмегімен өзара біріктірілген. Білезіктер ыстық немесе суық соғу арқылы жасалды. Кейбіреулерін металл тақтайшалардан кесіп немесе күміс сымнан өріп құрастырылған. Білезіктер күміс пен мельхиордан жасалған. Бұл зергерлік бұйымдар асыл тастармен, геометриялық ою өрнектермен және филиграндық нақыштармен безендіріліп, металлға оюланған өрнектер кесілген. Білезіктердің бірнеше түрі белгілі. Тасты білезік, жақтауға жиектелген асыл тастардан тұратын білезік. Жұқа селдір білезік, әйелдер ерекше мерекелерге тағатын селдір білезік. Бес білезік, екінші аты, қолраушаны, қазақтың білезіктерінің ең танымал нұсқасы. Ол ерекше безендірілген, негізі білезіктің өзі және шынжырмен біріктірілген сақиналар. Бес білезік қазақтың дәстүрлі үйлену көйлегін толықтырды. Білезіктер тек әйелдердің әшекейлері емес еді. Сонымен қатар ерлердің нұсқалары бар. Әдетте бұл қорғаушының күші мен батылдығын баса көрсететін жұптасқан әшекейлер, киімнің бөліктері. Қазақтар ұлттық костюмдерін ерекше элементтермен безендірді. Мұндай сәндік элементтерге мыналар жатады: қапсырма, екі бөліктен тұратын әйелдер киіміндегі ілмек. Костюмның бұл бөлігі қола дәуірінде Қазақстан аумағында өндірілген. Торсылдақ түйме, әйелдер киіміне арналған домалақ түймелер. Ілгек, белбеулерге арналған ілмектер. Челтер, сәукелерді безендіруге арналған оюланған металл тақтайшалар. Түйреуіш, сәндік түйреуіштер. Жоғарыда сипатталған зергерлік бұйымдар ерекше шеберлікті қажет етті. Қазақ зергерлері зергерлік бұйымдардың жасау әдістерін ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп келеді. Әр отбасы өзінің техникасы мен жұмысының нәзіктігімен мақтанатын. Қазақтардың зергерлік бұйымдарының көбісі күмістен жасалған. Бұл металл асыл деп саналды. Ол ақ планета, айды еске түсірді. Оны қазақтар ежелден қастерлеген. Ата-бабалардың айтуы бойынша, күміс әйелдің сұлулығын артыратын сиқырлы қасиеттерге ие болған. Ол балалар мен ересектерді жаман көздер мен жын-перілерден қорғап, адамның жаны мен денесінің тазалығын сақтаған. Сондықтан әйелдерге әшекейлерді, әсіресе сақиналар мен білезіктерді мүмкіндігінше көбірек киюге қатаң нұсқау берілді. Балаларды күту кезінде, оларды тамақ пісіру кезінде алып тастау мүлдем мүмкін емес еді. Археологтар ежелгі әшекейлерді Қазақстанның қорғандарынан, Ұлы Жібек жолы өткен жерлерден және ірі сауда қалалары орналасқан жерлерден табады. Кейбір заттар қола дәуіріне жатады. Бұл осы территорияларда өркен жайған мәдениеттің ежелгі дәуірі мен дамуын куәландырады. 13-15 ғасырларда зергерлік іс өркендеді. Бұл сауданың дамуымен байланысты болды. Қазақстандағы мұражайлардағы ұлттық әшекейлердің көпшілігі 19 ғасырдан басталады. Қазіргі уақытта қапсырма үйлену көйлектерін безендіру және оларға шынайы көрініс беру үшін қолданылады. Осымен аяқтаймыз. Бізбен болғаныңыз үшін алғыс. Қазақстан туралы қызықты және жаңа мәліметтерді өткізіп алмас үшін біздің каналымызға жазылыңыз. Өз идеяларыңызды бізді поштамызға немесе пікір қалдырып, лайк басып қойыңыз. Біз Instagram парақшамызға жазылыңыздар. Сондай-ақ біздің басқа да видеоларымызды қарауыңызды сұраймыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.